Қайырлы күн Гүлсер қауым. Міне бір жетіден кейін менің салатный листья 29-ында еккен. Міне осындай болып көтерілді. Мына жерде менде мята аздап шығып келе жатыр, көрініп тұр. Бірақ әлі ашқан жоқпын тепличкасын мини. Гербері әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Гербері өзгеріс жоқ. Одан кейін 30-ында мен глаксиния ектім. Глаксинияның ағын, қызыл цвет және катарантус шетіне ектім. Катарантус ектім. Бұлар әлі шыға қойған жоқ. 30-ында ектім, значит, бұған 5 күн, 6 күн болды. Мынау менің руколам. Рукола кішкене көтерілді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау фитолампаның астында тұр. Мынандай фитолампаның астына қойдым. Мынау рукола 29-ында ектім. 7 күнде осындай болды. Одан кейін 30-ында герань ектім, смесь. Бірақ герань тоже әлі ештеңе көрінбейді пока. Одан кейін паслена ектім. Паслена 30-ында ектім, 4-еуі. Пасленада ештеңе көрінбейді пока. Паслена ол қыттай ягодысы бар, тоже декоративный, зелень үйде өсетін. Мына жерде каланхойымды обрезка жасап, каланхойының жаңағы өскіндерін отростокке салып қойдым, тамырлансын деп. Енді тамырлана жатыр. Мына жерде тоже каланхойы. Мынау менің алдындағы фикус гүлім тамырланған. Бұнда фитолампаның астына қойып қойдым. Міне мынандай болып шығып тұр. Осындай. Тамыры өте жақсы. Кішкене өссін, сосын барып, көрінеме тамыры, сосын барып үлкен горшокке отырғызамын. Оның ар жағында көрініп тұр ма, көрінбей ма? Кішкентай ғана отросток женское счастье с патифилум, сосын антуриум ауырып тұр. Сонда фитолампаның астына қойып удобрениемен өсіріп жатырмын. Мына жерде менде агланома. Агланоманың қандай сорт екенін білмеймін, но агланома өте жақсы гүл бұл да. Мына жерде менде пираканта. Пираканта кустарник, бұл сыртқа егетін гүл. Пиракантында егіп қойдым қазір. Енді өсе жатар. Бұл да өте жақсы пираканта. Кішкентай ягоды береді. Қызыл қандай вишня сияқты, вишнядан құттай шарбақта декоративный кустарник ягоды береді. Міне, бұл да бірақ ештеңе жоқ. Бұны 31 январда ектім. Осындай жағдай болып жатыр. Енді қазір мен кішкене сабақтары жіңішке, сол үшін мен қазір мынандай міне осындай жасап алдым, құятын. Сонымен осылай құямыз, себебі өліп қалады ғой, үстінен су сепсең, құлап қалады. Уже кеуіп жатыр. Міне естіп осындай трубочкамен құямыз. Әйтпесе үстінен құйса суды құлап қалады. Стебілдері, сабақтары әлі кішкентай. Пока су құйып жатырмын. Сосын может удобрение беріп, кішкене үлкенде ыдысқа отырғызып, тағы да топырақ саламын. Себебі топырақ азғантай ғой, бұл тек дән шығу үшін жасалған мини тепличка. Бетін аштым. Міне, мынау салат, анау рукола. Бетіп құйып аламын суды. Бар көрсетпегім осы болды. Менде мынандай пальма бар. Көрсетейін қазір. Мынандай пальма бар. Бұнда пересадка жасап егіп қойдым. Өте жақсы пальма, жылдам өседі. Мынандай шағандары ребристый ма, мынандай ара сияқты.
андай жандары ара сияқты өте әдемі, жақсы пальма. Мына жерінен отростық беріп келатыр, былай отростық береді. Осы отростығы тек суға салып қойсаң өзі тамырланады да, сразу сосын егіп тастауға бола береді. Неприхотливый, сондай атын білмеймін, білсеңіздер комментарияға жаза отырыңыздар. Так, мынау менің хлорофитум. Бұл ең өсімдіктердің гүл жаңағы үй гүлдерінің ішіндегі ең ауаны жақсы тазартып тұратын осы хлорофитум. Мен де хлорофитумды жақсы көрем. Хлорофитумның 4-5 бар. Отросткасы да жеңіл шығады, тамырлануы да жеңіл, егуі де жеңіл, ешқандай қиындығы жоқ. Бір сондай бір жақсы гүл, зато өте көп пайдасы бұның. Так, мынау менің драценадан еккен 2 жылдық пальмам. Драценадан еккен тұқымнан еккен, тұқымнан кәдімгі цветочный жаңа дүкеннен тұқымын сатып алдым да, 3 болады, ішінде 3 дәні, сол 3 дәнді еккенде 2 шықты, 1 шыққан жоқ. Сол 2 өсіп келе жатыр. Міне драцена. Дәннен шыққан драцена. Осындай менде гүлдерім, үлкен гүлдерім ан жақта, оны тағы да көрсете жатармын. Так, пока суы бар. Қиып атырған удобрением биогумусты құям араластырып. Осындай мини тепличкім бар. Бұның ішіне де мен фикус гүлін егіп қойдым. Ертең әдейілеп оны да түсіремін. Фикус бенджаминнің егіп қойдым. Дәні уақ болады екен. Мини тепличкада. Сосын мынау үлкен горшокте, отырған менде калла картошкасы. Сосын ажағында глоксиния картошкасы отыр. Екеуі что-то ауырып тұрған сияқты бір түрлі болып тұр, бірақ сонда да теплицаға салып қойдым. Енді шықса шыққанын көрсетемін. Гүлдеріңіз өсе берсін, аман болайық, заман тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар.